Әкеме айтып қоймаңыз. Оқыған Маржан Сүйенбайқызы. Олар өте бақытты отбасы болатын. Бірақ бір күні анасы қатты ауруға шалдығып, сүйікті күйеуі және енді ғана 3 жасқа толған сүйкімді қызын тастап, бұл дүниемен қоштасты. Кішкентай қыз күн сайын әкесінен мамам қашан қайтып келеді деп сұрайтын. Ал әкесі қызын жұбатып, қызым, мамаң өте алыс бір жерге жұмысқа кетті деп құшақтап ұйықтататын. Сөйте жүріп, қызы 6 жасқа шыққан жылы әкесі мейірбан, ақ көңіл бір әйелмен танысады. Бір күні әкесі қызына, қызым, мамаң қайтып келетін болды. Сен мамаңның түрін ұмытып қалған жоқсың ба? Деп сұрады. Қызар ойланып, бер ойланып, басын шайқайды. Әке қызын аяп кетті, әрі бір жағынан сәлде болса жеңілдеп қалғандай сезінді. Ол әлі де бала ғой. Дәл сол сәтте есік ашылып, әлгі әйел кірді де, құшағын кең жайып, қыздың есімін шақырды. Сәл таңырқап, жатырқап тұрған қызына әкесі, қызым, мамаңды танымадың ба? Тез мама деп шақыра ғой депті. Қыз ақырын адымдай басып барып, мама деп құшақтай алады. Кешкі астан соң әйел қызға ілесіп, оның бөлмесіне кіреді. Екеуі көңілді әңгімелесіп отырғанда қыз, сіз менің мамам емессіз дейді кенеттен. Әйел әрі тосырқап, әрі таңырқап қалды. Қыз шошып қалған әйелдің қолынан ұстап, бәсең үнмен, менің мамам қайтыс болған. Мен оны атам мен әжемнің әңгімелерінен біліп алғанмын. Мұны тек атам, мен және әжем үшеуміз ғана білеміз. Әкем мен басқалар білмейді. Олар әлі күнге дейін мамамды тірі, алыс бір жерде жұмыс істеп жүр деп біледі. Жылап жіберуге шақ қалып тұрған әйелдің құлағына сыбырлап, бұл екеуміздің ортамыздағы сыр болсын. Әкеме айтып қоймаңыз. Ол білсе, сөзсіз азаптанып жылайды дейді. Жаңа тапқан анасын құшақтап. Бұл сәтте есік сыртында үнсіз тыңдап тұрған әкенің көз жасы көл болған еді.